Ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube каналымның көрермендері, қалайсыздар, аман есенсіздер ме? Алла тағалам және отбасыларыңызға, кәсіптеріңізге береке берсін. Сіздермен бүгін мынау тағы бір қуанышпен бөлісіп қояйын, жақсы хабармен, жаңалықтармен деп осы роликті түсіріп жатырмын. Аллахтың қалауымен бүгін бізде Таразда күн осындай жылы, жақсы болып тұр. 2 күндей қар болып 8 градусқа дейін төмендеп сөйтіп еді. Сол кезде туып қалады ма деп едім, ешкім жоқ. Сол Аллахтың қалауымен бүгін жылымықтар туып тұр ғой, жақсы болды. Ол да болса үлкен көмек қой. Лақтарға да жақсы, мына күн есте тұрса тез жаңағыда оңалып неғылады да. Азанда сағат сол 8-дерде, 8:30-дарда туды ғой, сол 8:30-дарда. Сол қораның ішінде ұстадым біразға дейін, анандай кептіріп феммен, шаш кептіретін, кәдімгі адамдардың шашын кептіретін феммен кептіріп лақтарын. Содан кейін мынау ешкінің өзі жаратылысы ерекше ғой, анандай емшек салқы. Мынау қазір сауып алған кезі, мынау жаңа әйелім сауып алды, бір 2 литр лейін уызын. Әйтпесе мүмкін емес, анандай бағана емізгенбіз, лақтар ембейді, тоқ. Анандай емейін десе, көріңіздер ме, ыңғайсыз, емшегін таба алмайды. Сол қолымызбен көтеріп отырып көпке дейін сөйтіп еміздік. Соң жаңа біразын сауып алдық, енді оны қатты тырсылдап кеткесін. Аллаға шүкір, енді ол қазір тағы да еміземіз лақтарын, осы қолмен ұстап біраз үйренгенше. Енді емшегінің салқы болғаны кішкене ыңғайсыз отыр лақтарға. Әйтпесе бәрі жақсы, ешкім жылымықта туды. Бүгін 6 наурыз ғой бізде Таразда. Осындай жаңалықтар. Осындай біздің жаңалықтар. Мына ұрғашы, мына тұрған мені. Мына ұрғашысы бұл артымен келді. Ана біріншісі еркегін бірінші келді, жақсы келді. Мынасы бірақ арт жағымен келді. Екеуін де өзім қабылдап алдым. Мынаусы кішкене арт жағымен келді. Бірақ қиын ештеңке болған жоқ, жақсылап кептіріп, неғылып. Міне, көріп тұрсыздар, құлағы қалқиып енді. Ойнайым, секірем деп жатыр, көрдіңіздер ме? Бізде осындай жаңалықтар, қойсайшы, құлақ қаласың ғой. Кел ғой. Осындай жаңалықтар болып жатыр бізде. Сіздерден өтініш, менің YouTube каналыма тіркелмеген кісілер болса, өздеріңіздің жаңағы ой пікірлеріңізді жазып астында комментарий деген жерге. Содан кейін жаңағы лайк басып, сөйтіп мен каналыма қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сіздердің басқан лайктарыңыз, жазған комментарийларыңыздың бәрі саналады, есептеледі. Сіздерден өтініш, осы каналымыз дамып, басқа да елдерге көмегі көп тисін. Осындай жаңалықтар. Рахмет сіздерге, зейін қойып, менің каналымды көріп, тыңдап жүргендеріңізге рахмет. Алла жұмыстарыңызға береке берсін, сау болыңыздар.